бізге қосымша тағы индикатор керек. Ол үшін қайтадан индикатор бөліміне барамыз да VWAP деген индикатор жазамыз. Қазір ағылшын қойып VWAP, міне VWAP. Міне volume деп шығады. Сіздер скользящий средних деп шығу керек. Данные деген бірінші шығу керек. VWAP деп жазсаңыздар ең бірінші шығады. Соған қасына жұлдызша қоясыздар. Жұлдызша қойғаннан кейін тоже 2 рет басып экранға шығарып. Міне. Мына жерде тоже менде не істеді? Екінші индикатор шықты. Міне супер тренд пен екінші VWAP. Егер сіздерде үшеуі төртеу қосылып кететін болса, сіздерде мына тегін версиясы екі-ақ индикатор қосылуға мүмкіншілік береді. Мына жерден қарайсыздар жоғары жақта 2 рет қосылып кетті ма, қосылып кетпеді ма. Дәл осылай аккуратно тұру керек. Супер трендтен бірі, VWAP-тан бірі тұру керек. Түсінікті ғой? Яғни осы екі индикатор. Енді VWAP индикаторының бірінші настройкасын жасаймыз. Ол үшін мына жерде VWAP деген индикатор тұр ғой, соның үстіне барасыздар да екінші тұрғанын настройка дегенді басасыздар. Настройканы басасыздар. Настройканы бастаған кезде мына жерде стиль деген бөлім тұр. Осы стиль деген бөлімге кіреміз. Стиль деген бөлімге кіргеннен кейін мына жерде VWAP дегенді қалдырамыз да, қалғанның барлығынан птичканы алып тастаймыз. Мына VWAP дегенді қалдырамыз да, барлығынан птичканы алып тастаймыз. Одан кейін окей деген басамыз. Сол кезде бізде ортада мына бір ғана линия қалады. Яғни біз VWAP индикаторын бірінші не істеп алдық? Настройка жасап алдық. Настройка жасағаннан кейін уже барып не істейміз? Анализ жасаймыз. Сол кезде мына VWAP деген бұл бізде ортадағы мына көксіз, мына көксіз. Түсінікті ғой? Ортада көксіздік. Енді бұл VWAP индикаторы нені білдіреді? VWAP индикаторы бізде бір күндік ортаңғы бағаны көрсетеді. Бір күндік ортаңғы баға. Бір күндік ортаңғы баға. Енді шрифтім ағылшынша. Бір күндік бір күндік ортаңғы баға. Ортаңғы баға. Бір күндік ортаңғы баға. Яғни VWAP индикаторы бір күндік ортаңғы баға. Егер баға осы бір күндік ортаңғы бағадан мына жоғары болатын болса, біз позицияны жоғары лонгқа ашамыз. Яғни бір күндік VWAP сызығынан баға жоғары болатын болса, біз не істейміз? Лонгқа ашамыз. Ал енді керісінше баға VWAP-тың астына түсетін болса, онда позицияны не істейміз? Шортқа ашамыз. Яғни баға VWAP-тан жоғары болатын болса, лонгқа қараймыз, баға VWAP-тан төмен болатын болса, не істейміз? Шортқа қараймыз. Түсінікті ғой? Яғни баға VWAP-тан жоғары болса, лонгқа қараймыз, баға VWAP-тан төмен болатын болса, шортқа қараймыз. Енді біз қандай моментте позиция ашамыз? Осы біздің супер тренд пен VWAP индикаторы бірдей сигнал берген моментте позиция ашамыз. Ол қалай? Қараңыздар, мына бүгін рынок ашылды, 1 минуттық таймфрейм. Рынок ашылды деген уже премаркеттен баға шықты деген сөз. Баға премаркеттен шыққаннан кейін, қараңыздар, бірінші жасыл линия жанып, баға VWAP-тың үстіне орнығатын болса, значит, осы жерден біз не істейміз? Жоғары қарай позицияны өседі деп ашамыз. Түсінікті ғой? Яғни жоғары қарай позицияны өседі деп ашамыз. Енді бұл жерден позицияны аштық. Енді позициямызды қай жерде жабамыз? Қараңыздар, бізде мынау сатып алушылар мен сатушылар зонасы тұр ғой. Осы жерден позицияны жапсақ болады. Енді қараңыздар, мына жерде мынау премаркеттің биік нүктесі болу керек.
Бұл жерде енді кішкене линиямыз жақын болғандықтан біз бұл жерден жаба алмаймыз. Өйткені мына жерде прибыль бізде өте аз ғана болады. Сол себептен мынау екінші тұрған линиямызда жапсақ болады. Кейде моменттер болады. Екеуінің арасы алшақ болатын болса, ең бірінші тұрған линиядан позициямызды жабамыз. Ал енді мына жерде осы сатушылар зонасынан позициямызды жапсақ болады. Сонда біз мына жерден позиция аштық. Мына жерден позициямызды аштық, қанша? Виваптың үстіне шыққан жер 342, одан кейін ол 345, яғни $3 не істеді, қозғалыс берді. Егер 10 штук акциямен ашатын болсақ, бізде ол жерде не болады, уже $30 прибыль болады. Түсінікті ғой? Ал енді мына жақта да дәл солай. Бірінші супер тренд жанды, қызыл, баға виваптың астына түсті, біз уже не істейміз, шорт қашамыз. Енді мына жерде бірінші тұрған сатып алушылар немесе премаркеттің биік нүктесі, премаркеттің төмен нүктесіне не істейміз, позициямыз. Яғни мына жерден позиция ашылды, 45-тен 43-тен позициямыз не істелді, жабылды. Мына бірінші тұрған линиямыз ол біздің самый безопасный линиямыз, яғни тейкқа көбінесе 80-90%-ке дейін тейкқа барып беретін моментіміз. Түсінікті ғой? Яғни позиция баға супертрендтің астында, баға виваптың астында, сол кезде біз не істейміз, шорт қашамыз. Одан кейін біз позициямызды бірінші тұрған линиямызда не істейміз, жабамыз. Түсінікті ғой? Енді дәл қазіргі бағаны қарайық. Қараңыздар, дәл қазір бізде баға супер тренд жасыл жанып тұр. Қараңыздар, супер тренд жасыл жанды, бірақ біздің вивамыз мына жақта. Біз бұндай моменттерде не істемейміз, позиция ашпаймыз, біз күтеміз. Мына бағамыз линияға келіп, мына жерден супер тренд ойдан жанатын болса, уже біз не істейміз, жоғары қарай мына зонаға дейін лонгқа ұстай аламыз. Түсінікті ғой? Енді қазір сіздерге мына жерде позиция қалай ашу керек екенін көрсетемін. Мына жоғары жақта buy sell деген бар, мына. Buy sell. Яғни buy дегеніміз бұл біз бағаның өсуінен пайда табу деген сөз. Sell дегеніміз бағаның түсуінен пайда табу. Енді мен сіздерге пример ретінде buy-ға ашам. Buy-ға аштым 10 штукпен и buy деп купить етіп алдым. Buy деп купить етіп алған кезде мына жерде уже менде не істелінеді, позициям ашық тұр, мына. Дәл экранда менде не тұр, позиция ашық тұр. 10 штук. Мына жерде жасыл көк болатын болса, значит байға ашылды деген сөз. Байға ашылды деген сөз. СЛТП дегенді ертең өтеміз. Бүгін сіздерге только позиция ашуды көрсетемін. Түсінікті ғой? Қараңыздар, мына жерде қазір 20 цент плюста тұр. Егер осы позицияны жабатын болса, қасында просто X бар, соны басып X-пен есе аламыз, жаба аламыз. Сіздер байға ашқаннан кейін баға өсе беретін болса, значит ол жерде сізге прибыль кіре береді. Түсінікті ғой? Позиция аштық, енді бұны жабу үшін қасындағы X-ті басамыз. Қасында X-ті басамын, мына жерде close дегенмен уже позициямды не істеймін, жауып тастаймын. Түсінікті ғой? Яғни байға ашатын болсаңыздар, жоғары өскен сайын сіздер прибыльда боласыздар, ал егер sell-ға ашатын болсақ, сіздер баға түскен сайын прибыльда боласыздар. Қазір мына жерде просто ажырата аласыздар. -10 деп тұрса, значит сіздер шортқа аштыңыздар. Бұл енді шортқа ашқаннан кейін сіздер баға түсетін болса, уже сіздер прибыльда боласыздар. Ал егер баға қатты өсіп кететін болса, ол кезде минуста боламыз. Енді риск менеджмент страховка туралы бұйырса ертеңгі сабақта өтеміз. Бүгінгі сабақта сіздерге осы стратегияны нақты қай жерден позиция ашу керек екенін көрсеттім. Яғни стратегия позиция берген кезде ғана біз не істей аламыз, позиция аша аламыз. Мысалға мына жерде шортқа ашқан кезде уже мына бірінші линиядан жабамыз. Лонгқа ашқан кезде бірінші тұрған сатып алушылар немесе сатушылар зонасынан позициямыз не істейміз, жабамыз. Түсінікті. Енді акция бойынша кешке бізде сағат 18:30-да ашылатын болса, бастапқы сол 1-1,5 сағатында бізде рынок жақсы жүріп береді. Түсінікті ғой? Енді мынандай нейтральный моменттерде біз никак сауда ашпаймыз, өйткені біздің целімізге келген жоқ. Өйткені біздің вивап индикатор өзіміздің супертренд баға айдалада жүр. Екеуі когда бірге жақындайды, бірге сигнал береді, сол кезде ғана біз не істей аламыз, позиция аша аламыз. Түсінікті ғой? Яғни екі индикатор бірдей сигнал берген кезде ғана біз не істей аламыз, позиция аша аламыз.
Енді қараңыздар, мына жерде бізде жаңа айтқан супер тренд жасыл болатын болса лонгқа қараймыз, қызыл болатын болса шортқа қараймыз. Вивап индикаторы бізде бір күнгі ортаңғы бағаны береді. Яғни баға виваптан жоғары болатын болса лонгқа қараймыз, баға виваптан төмен болатын болса не істейміз? Шорт позиция қараймыз. Түсінікті ғой. Енді лонгқа ашу үшін біз жоғары жақта buy дегенді басамыз, шортқа ашу үшін sell дегенді басамыз. Енді мына жерде қараңыздар, бізде обычная бағана айтқан свеча тұр, иә? Обычная бұл candle деген свеча. Мына қазір бізде қозғалып тұрған свечаның бәрі candle. Енді мына жоғары жақтан барасыздар да Heiken Ashi деген линияға барасыздар. Мына Heiken Ashi дегенге барасыздар. Heiken Ashiге қойған кезде уже біздің свечаларымыз не істейді, кішкене өзгереді. Мына свечамыз біздің более сенімдірек свеча, обычный свечаға қараған кезде. Сол себепте мына жоғары жақтан Heiken Ashiға не істеп аламыз, ауыстырып аламыз. Акцияда 1 минут таймфреймде Heiken Ashiға ауыстырып аламыз. Heiken Ashiға ауыстырып алғаннан кейін стратегиямыз біздің қай кезде сигнал береді, сол кезде уже позицияға кіреміз. Түсінікті ғой. Яғни мынандай ортада бір жерде жүретін болса, бұндай моменттерде позиция ашпаймыз. Біз қандай моменттерде ашамыз? Вивап пен супер тренд бірге жүрген моменттерде позиция ашамыз. Супер тренд жасыл жанып баға виваптың үстіне шығатын болса, лонгқа ашамыз. Супер тренд қызыл жанып баға виваптың астына түсетін болса, не істейміз? Шортқа ашамыз. Түсінікті ғой. Міне қазір бізде баға түсіп жатқандықтан мына жерде бізде плюс тұр, $4 плюста тұр. Енді бұны жабатын болсаңыздар, ручной X-ті басасыздар да close деп жаба саласыздар. Міне болды. Сол кезде уже сіздің позицияңыз не істелінді? Жабылды деген сөз. Түсінікті ғой. Яғни акция бойынша стратегия бірінші біз кешегі өткен ETR-ын сызып аламыз, премаркет, автомаркет биік төмен нүктелерін сызып аламыз, одан кейін сатып алушылар мен сатушылар зонасын сызамыз. Одан кейін барып осы екі индикаторды қосамыз. Супер тренд пен вивап индикаторын. Екеуін қосқаннан кейін барып, премаркет ашылғаннан кейін барып уже анализге кірісеміз. Премаркет, автомаркет ашылғаннан кейін сигналымыз, яғни біздің индикаторларымыз қай бағытқа сигнал береді, сол бағыттан біз позиция не істейміз, аша аламыз. Супер трендіміз жасыл жанып тұратын болса, бағамыз виваптың үстіне шығатын болса, значит біз мына жерден не істей аламыз, лонгқа аша аламыз. Ал егер супер трендіміз қызыл болып, баға виваптың астына түсетін болса, значит ол жерден не істейміз, шорт позиция ашамыз. Түсінікті ғой. Яғни бұл бізде акция бойынша өте мықты стратегиямыз. Бұл енді көбінесе рынок ашылған кезде 1-1,5 сағаттай қозғалыс жақсы